Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы әйел қыздар секторының меңгерушісі Нұрғалиева Динара Құтқожағызымен өтетін болады. Қайырлы күн, Динара ханым. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Алғашқы сұрағымды мынадан бастағым келіп отыр. Қазіргі қазақ қызының болмысы қандай болу керек? Саламатсыздар ма? Үлкен рахмет. Қазақ қызының болмысы қандай болу керек деген кезде біз қазақ қызын көз алдымызға әкесінің ерке қызын елестетеміз. Бүгінгі қазақ қызының болмысы қандай дейтін болсақ, әрине бірінші қазақ қызының болмысынан біз әкеге еркелейтін қылықты қызды көргіміз келеді. Әке асқар тау деп жатамыз. Әкенің махаббатын көрген, әкеге құрмет көрсететін, бауырға деген мейірімділігі бар, сыпайылықты ұстанған, жаңа қазақта сөз бар ғой, шешесі тұрып қыз сөйлегеннен без деп. Анасының жылу алақанын көрген, инабатты да, парасатты, ибалы қызды көргіміз келеді. Әрине ол неден басталады? Ол үйдегі анадан басталады. Өйткені ер азамат түздің адамы, ал қыздың тәрбиесінде жанында ана болады. Ананың жылы алақанын, әженің жылы жаңағы лебізін көрген қыз бала ондай дөрекілікке бармайды. Қазақта ұл мен қыздың тәрбиесіне қарайтын болсақ, ұлды әрқашан ер азаматтың арқасын қағып өскен жігітті. Ер жігітті. Неге? Себебі ер жігіт жаңағыдай босансып кетпесін, әрқашан кеудесін тіке ұстасын, ел билейтін ер азамат болады, отағасы болады деп арқасын қағып өскен. Ал қыз балаға керісінше қыз баланы басымызды сипап өскен. Себебі қыз бала жаңағыдай сыпайы болсын, мейірімді болсын, ер азаматқа жалпы адам баласына тік қарамас, көзінің төмен түсуімен өзінің кішіпейілділік төмен тұратынын осындай іс-әрекеттермен, осындай жаңағы мақал-мәтелдерімен біздің бойымызға сіңдіріп отыр. Қыз балаға әкенің орны, рөлі өте үлкен атқарады деп ойлаймын. Неге? Себебі әкенің мейірімін көріп өскен қыз, әкеге өзінің ішкі жан дүниесінің сырын айта алатын қыз, ол ертеңгі күні қылықты келіншек болады, қылықты қыз болады. Қыз қылығымен деп жатамыз, иә? Ал қылықты қыз ертеңгі күні өзінің ер азаматының ойынан шығады. Ер азаматының өзінің қылығымен ер азаматының жүрегін баурап алатын болады. Сондықтан қазіргі таңдағы қыз баланың болмысы қандай болу керек десе, мен айтар едім, қыз балалар әкенің, аға бауырдың мейірімін көрген қыз болу керек. Мейірімді болған қыз ертеңгі күні жүрген жерінде өзінің тек қана айналасынан шуағын шашып жүреді. Жалпы қазақ қызына 40 үйден тыйым деген түсінік бар, иә? Бұны қызды жаңа 40 үйден қамқорлық деп түсінеміз. Қазіргі кезде оны қыздар басқаша түсініп жатады. Жаңа бізге бір шектеу қойып жатыр, бізге бір тыйым көрсетіп жатыр деген сияқты. Осы жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз. Қызды 40 үйден тый дегенде көбісі дұрыс түсінбей жатады. Жаңағы қыз бала жалпы парасатты болу керек, иманды болу керек, жаңағы сыпайы болу керек. Яғни қазіргі жастардың кезінде бәлки ол нәрсені тыйым деп түсінеді. Ал негізінде бұл нәрсе тыйым емес, бұл тектілікті білдіреді. Бұған байланысты Бауыржан Момышұлы атамыздың келіні Зейнеп апамыз өзінің бабалар атты жазбасында, кітабында айтқан екен. Қазақты қазақ қылған, қызды алақандап жаңағыдай мәпелеген қазақ еді дейді. Сандығында кілті жоқ жомарт қазақ. Сол жомарттығын ең алдымен қызға көрсеткен дейді. Ол түтін, қыз күтім дейді. Яғни ең алдымен қазақ өзінің күтімін бірінші қызға жасаған. Қыз балаға ең бірінші жақсы киім кигізген, жақсы тағам жегізген. Айта кететін болсақ, тіпті қыз бала тұрмысқа шықпаған қызды әрқашан төрге, яғни оң жақта тұрмысқа шықпаған қыздың орны деп. Жалпы қыз баланы 40 үйден тый дегені ол бүкіл нәрседен тыйып тастау емес. Ол ұяда не көрсе ұшқанда соны көресің дейді. Яғни қазіргі таңда айтар едім, әсіресе аналарға, келіндерге табалдырықты аттап ер азаматының жаңағы отауына келгеннен кейін ол өзінің еркелігін, өзінің менмендігін, қылықтарының барлығын өзінің босағасында қалдырып кету керек. Балжан ханым, енді мына 13 жылдай болыпты, қарап отырсам, осы жалпы мешіттің төрінде жамағатпен, соның ішінде әйел жамағатымен, аналармен де тығыз байланыстамыз, қыз келіншектермен де, кеше түскен келінмен де, және әлі жаңағы есік көрмеген қыз балалармен де.
әрқайсысы өзінің ішкі жан дүниесін айтып жатады. Ал енді осы тұрғыда айтқым келетіні, қазіргі қыздар өте ақылды. Қазіргі қыздар білімге құштар. Бір қыз баланың өзі мешітіне келіп имандылық сабағында алады, ағылшын тілінде оқиды, тамақ пісіруге де, киім тігуге де барлық жаңағы курстар дейміз ғой, сауатын ашу үшін барлығына үлгереді. Қазіргі қыздар имандылыққа басым келіп жатыр. Көпшілігі мына жоғарғы оқу орындарында оқитын, болашақ елдің, ұлттың жаңағы намысын қорғайтындай қыз келіншектер келеді бізге. Ал енді үйде отырған аналардың тәлім алып жатқаны бұл өте тамаша нәрсе. Кішкентайынан осы имандылыққа, дәстүрге тәрбиелеп жатады. Асыл дінімізде қыз балаға деген құрметті өте жоғары деңгейде көрсеткен, иә. Оған көзқарас та, құрмет те, ерекше деструктивті діни ағым өкілдері қыз балаға деген құрметті өте төмен деңгейде көрсетіп жатады. Осы не себепті деп ойлайсыз? Деструктивті ағымдардың жетегінде кеткен әрине өте жас қыз келіншектер деп айтсам дұрыс шығар. Ол жерде ең бірінші қателік діни ілімді дұрыс алмағандығы. Көбіне жаңағы ата-ананың, әкенің, әженің айналайын деген сөзін, ата-ананың мейірімін көрмеген, яғни көбіне ажырасқан отбасылардан шыққан қыз келіншектер болды. Көпшілігінде осындай себептермен. Одан кейін жаңағы жалғыздықтан жүріп тұрмысқа шығып кетеді. Ол тұрмысқа шыққан азаматы жаңағы ұстанымы дұрыс болмайды. Ол тұрмысқа қыз шыққаннан кейін күйеуіме бағыну керек екенмін деп жаңағы бұрысы қайсы, дұрысы қайсы ажыратып жатқан жоқ, ілесіп кетіп жатады. Яғни қыз бала өзінің орнын, өзінің білімін өзін жоғалтып алған қыз балалар көбіне. Қазіргі таңда біздің қыздарымыздың бойына басым көпшілік тәрбие не беру керек десе, мен айтар едім, әрбір қыздың бойында Аллаға деген иманы болатын болса, жүрегінде ихсаны болатын болса, нағыз кемел қазақтың дана қызы, дана келіні болар еді, дана анасы болар еді. Себебі ер азаматта, әйел азаматта әйелден келеді. Сондай салиқалы ұрпақты дүниеге әкелетін болашақ қыз бүгінгі ана болатын болса, тектілікті сақтау үшін сондай салиқалы қыздарымыз, иманды қыздарымыз көп болса дер едім. Динара ханым, бүгінгі әңгімеңізге рахмет. Ел аман, жұрт тыныштықта кездесейік. Әмин, рахмет, сау болыңыздар.